Бізде мынандай бір жақсы әдет бар. Қажылыққа кетіп бара жатқан адамға біз үшін дұға қыл деп жаңағы сәлем айтып жатамыз. Өйткені бізде түсінік бар ғой, ол жақта дұға қабыл болады деген. Ол жақсы, дұға сұрау жақсы. Бірақ екінші жағы, мен ойлаймын, біз шынымен жаны қиналған адамдар емеспіз. Дұғаға бір қатты мұқтаж болып тұрған адамдар емеспіз біз. Елімізде дұға қылатын уақыт таппай жүрміз бе? Шынымен жаны қиналған адам елде де уақыт тауып дұға қылар еді ғой. Бұл бір мысал еді. Қараңызшы, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: азан мен қаматтың арасындағы дұға қайтарылмайды дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты ма, ол демек солай ол. Ал енді қараңыз, бесін намазына барасыз, азан айтылады, 4 рәкат сүннәтті жігіттер оқып алады. Қаматқа дейін кішкене уақыт бар. Осы уақыт қандай дұға жасасаң да жақсы дұғалар әлбетте. Қайтарылмай қабыл болатын уақыт. Біз не істейміз? Жігіттер отырады да: қалайсың, не істеп жатсың? Руың не? Қайдан келдің? Қайда бардың? Жалпы кеше не қылдың? Әңгімелесе отырады. Ойласаңызшы, дұға қабыл болатын уақыттар осы уақыттар. Біз бірақ дүниенің сөзін айтып отырамыз ол жерде. Неге? Біз шынымен жаны қиналған адамдар емеспіз. Екіншісі, түннің 1/3 бөлігі тахаджуд намазына тұрып дұға қылсаң, қайтарылмай қабыл болады. Ал бізге түннің 1/3 сағат 4-та, 4-5-терде тұру үшін не Реал мен Барселона футбол ойнау керек, не Головкин боксқа шығу керек. Сол кезде ғана тұрамыз біз. Тахаджудта дұға қайтарылмайды деген уақытта біз ұйықтап жатамыз. Өйткені біз жаны қиналған адамдар емеспіз. Намаздан кейінгі дұға қайтарылмайды. Байқайсыздар ма, біз намаздан кейін тәсбihімізді отырып қайтарамыз, кейбір кезде тұрып қайтарамыз айтыр, бірақ ертерек шығып кетуге асығамыз. Жаңбыр жауған кезде дұға қайтарылмайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: жаңбырдың әрбір тамшысын періштелер алып түседі. Сол қажылыққа баратын мекендерде, Мекке Мединеде жаңбыр өте сирек жауады. Ол жақта жаңбыр жауса, адамдар Аллаху акбар деп көшеге шығады. Өйткені жаңағы түсінік бар ғой, жаңбыр жауған кезде дұға қайтарылмайды деген. Бізше көшеде тұрасың, жаңбыр жауып жатса, мынау бәле болды ғой деп ыққа қашамыз да біз. Кейбір адамдар енді ауыр сөздерде: не аспан тесілді ма, не болып кетті, мынау қашан тоқтайды? Егер сіз түсінетін болсаңыз, ол жаңбыр тоқтағанша сіз дұға қылып қалсаңыз, ол дұғалар қайтарылмайтын еді. Өйткені әрбір тамшыны періштелер алып түсіп жатыр. Және айтады, сол періштенің көптігін қарасаңыз, қазір бір тамшыны алып түскен періште қияметке дейін оған қайтадан тамшы алып түсуге очередь келмейді дейді. Періштенің көптігін айтады да. Сол үшін ағайындар, дұғаны сәлем айта берейік жаңағы. Мен үшін дұға жаса, бірақ біреу сіз үшін дұға жасап, болды екен деп жатып қалмаңыз. Өзіңіз де дұға жасаңыз. Жаңбыр жауды ма, қолыңыз жайыңызды сұрай беріңіз. Ойлаңыз, әрбір тамшымен сіздің жаныңызда періштелер топырлап кеткен. Шындап келген кезінде бұл уақыттар енді басқа уақыттарда дұға қабыл болмайды деген сөз емес. Шын ықыласпен жасалған дұға қайтарылмайды, қабыл болады. Және ықыласпен, сеніммен жасалған дұға қабыл болады.